Мен өздеріңізбен қуанышты жаңалығымен бөлісіп қояйын. Біздің ісіміз қайта қаралуы үшін Алматы қаласы Медеу ауданының сотына, яғни бірінші сатыдағы сотқа қайта қайтарылды. Маған адам өлтірді деген жаламенен арызданған Ақтөбе қаласының тұрғыны Бабакова Светлана Павловна мен және оның адвокаты, Маңғыстау облысының адвокаттар алқасының мүшесі, Ақтөбе қаласының тұрғыны Венера Тапаева екеуінің тарапынан жасалған заңсыздықтар, медициналық жалған анықтамалар, жалған деректер әшкереленіп, соттарды шатыстырғаны ашылды. Бұл қадам біз үшін әділдікке жету жолындағы үлкен қадам болды. Осы істегі барлық былықтар президент әкімшілігінің бақылауы мен бас прокуратураның араласуымен анықталып отыр. Ендігі біздің үмітіміз Медеу ауданының соты өзіне тапсырылған барлық құжаттарды, дәлелдерді, деректерді толық анықтап, мұқият қарап, адамдықпен қоса жүретін заңды әділ шешеді деп сенеміз. Мен заңның барына, жақсы адамдардың барына және әділдік кеш болса да жоғалмайтынына сенемін.